Бүгін үйге енем келетін болып базарға қарай шықтым. Оның алдында осындай набор жібердім да сапкамен. Қыздар бермей алсаңдаршы наборды. Зато беттерің күшті болып қалады ғой. Иә, қыздар, жазға беттеріңізге осы набор обязательно керек, алып алыңыздар дедім да дальше базарға қарай шығып керек заттарымды үйге алып келдім да сразу самсаға кірісіп кеттім. Самсаның қамыры ери қоймайды ғой, осылай ажыратып қойдым. Иә, арамызды осылай ашып қойса тез ериміз ғой, білмейтіндер болса біліп алыңдар. Мына пияз құрғырды турайым дегенше бүкіл жасым таусылған шығар. Мен хозяйканы жылатып тұрып аласың ғой, ана қара. Осылай жылап тұрғанымда маған біреу көмектеседі ма дедім де тез дальше ары қарай жалғастыра бердім. Тез самсаларымды түйіп тастадым. Қамырымды өзім жасағандай көрсетіп қояйын. Ал мына жерде тиктоктан сабақ өтіп жатырмын. Онлайн сабақтарым, менде тикток дамыту сабақтарыма келсеңіздер болады. Осылай самсамды салып Мен қойдым да. қазір сочный болып пісіп шығамын ғой. Адамды ұялтпай енді әдемі пісіп шық дедім да. Мына қалған не істесем екен дедім да, морозилькаге салып қойған, кейін бірде дайын болып тұрады дедім да, барып морозилькаге салайын деп жатыр. Ай, албастай, өзің салып қойса ғой сол морозилькке. Алдын түйген пельменім тұр ғой, есіме шығып кетті ғой. Ашып көріп қалмағанда тағы қанша тұрамыз деп ойланып тұр едік, осы жерде жинап ол тез. Оны тез жинадым да үйлерді жинап шықтым. Самсам оға дейін күшті болып пісіп шыққан ғой, қараңыздаршы қыздар. Қазір неше түрлілер шығады комментарийға, асты күйіп кеткен деп. Асты күймеген, осылай специально көрсетіп жатырмын. Жұмыртқа ғой бұл жан-жағындағы. Сосын бауырсақ ашып қойғам, есіме шығып кетті ғой. Тез бауырсағын пісірдім де шай қояйын дедім. Енем келетін уақыты болып қалды. Ал сіздер енелеріңізді қалай күтесіздер? Комментарийға жаза кетіңіздер. Всем пока.